Ақтаудағы азаматтарға арналған үкімет орталығы 2 айдан бері ерекше қызмет түрін қолға алған. Біз жылу сыйлаймыз атты жаңа жоба аясында мекеме басшылары көп балалы және егіз бүлдіршіндердің ата-аналарын, алғаш жеке куәліктерін алған жасөспірімдерді салтанатты түрде құттықтайды. Естелік сыйлықтар да табыстайды. Толығырақ бүгінгі құттықтау сәтіне куә болған әріптесім жалғастырады. Қарлығаш Жетпісбаева көп балалы ана, ол халыққа қызмет көрсету орталығына құжаттарын рәсімдеу үшін жиі келеді. Ал бүгін егіз қыздарының туу туралы куәлігін алды. Қарлығаш мұндағы мамандардың жұмыс сапасына да көңілім толады дейді. Очень рада оказаться сегодня здесь. Бүгін орталыққа келгеніме өте қуаныштымын. Құжаттардың барлығы тез дайын болды. Орталықтың қызмет көрсетуіне ризамын. Осындай суық күнде жылулық сыйлағандарға рахмет айтқым келеді. Мұнда күніне 4000-ға жоқ телефон қоңырауы түссе, 1500-ден астам адам қызмет алуға келеді. Әр аймақтан хабарласқан тұрғындарға 25 оператор көмек көрсетеді. Сондай-ақ орталықта көп балалы отбасы мүшелері, зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі жандар үшін жеңілдік терезесі жұмыс істеп тұр. Ал мұндай шара өңірдегі барлық орталықта жүзеге асып жатыр. Осындай үрдісті біздер 2 ай бұрын бастағанбыз, яғни қыркүйек айында бастап алған. Өйткені халыққа қызмет көрсету орталығына келген кезде көп жағдайда тұрғындар агрессивті қалыпта келеді. Сондай бір ашушаңдықпен, енді осы үрдісті жою мақсатында ресми түрде құжаттарын табыстауды дәстүрге айналдырдық. Бұл күнделікті бір күндік акция емес, яғни күнделікті жүріп жатқан үрдіс. Тұрғындардың барлығы үйден шықпай-ақ онлайн қызмет түрін пайдалана алады. Электронды үкімет порталы және мобильді қосымшалардың көмегімен қажетті құжаттарға қол жеткізеді. Мөлдір Батырбай, Рамазан Бүркіт, жаңалықтар.